Баршаңызға сәлем, арнама қош келдіңіздер. Сіздермен Фариза асханасы. Бүгін сіздермен жүгері ботқасы, яғни кукурузный каша дайындайтын боламыз. Әркім әрқалай дайындайды. Мен де өз рецебіммен бөлісейін деп шештім. Ал ендеше бісміллах деп кукурузный крупамызды қайнататын ыдысымызға салып, салқын сумен 2-3 қайтара жуып аламыз. Мінекей суы осындай тап-таза болғанша жақсылап жуып аламыз. Енді оны қатты отта қайнатуға жібереміз. Үстіне дәміне қарай кішкене тұз саламыз. Мінекей бізде қайнап шықты. Бірінші қайнап шыққаннан кейін осындай пайда болған көбіктерін тап-таза етіп алып тастаймыз. Кейін көбіктерінен жақсылап тазартып алғаннан кейін астын ақырын отқа қойып 10 минуттың көлемінде қайнатамыз. Мінекей 10 минуттың көлемінде қайнағаннан кейін осылай су тартылып қоюлана бастайды. Сол кезінде үстіне сүт құямыз. Мен салқын сүт құйып жатырмын, сондықтан да астын қатты отқа қойып бір қайнатып аламын. Бір қайнағаннан кейін астын ақырын отқа қойып тағы 5 минут қайнатамын. Мінекей кашамыз 5 минуттың көлемінде қайнады. Жақсылап араластырып, үстіне дәміне қарай қант саламыз. Қантымыз ерігенше жақсылап араластырып, үстіне сармай салып, бетін жауып, тағы да 5 минутқа қалдырамыз. Астын өшіріп, 5 минутқа қалдырамыз. Мінекей осылайша біздің кукурузный кашамыз дайын болады. Көріп тұрғандарыңыздай өте әдем болып шығады. Кез келген өздеріңізге ұнаған әдемі ыдыстарыңызға салып, дастарханға ұсына берсеңіздер болады. Өте пайдалы ботқалардың бірі, үлкен кіші барлығына ұнайды деген ойдамын. Сондықтан да жиі жасап жеуге кеңес беремін. Әрі тез дайындалады. Ұзағымен 20 минут қана уақытыңыз кетеді. Сіздермен болған Фариза. Егерде менің видео рецебім ұнаған болса, осы видеоның астында подписаться деген кнопканы басып, лайк басып, басқа да достарыңызбен бөлісіп қоюыңызды сұраймын. Және де комментарий бөліміне өз пікіріңізді міндетті түрде қалдырыңыз. Келесі видеода менен қандай видео рецепттер күтесіздер, соны да жазып қалдырсаңыздар, міндетті түрде келесі видеоларда шығаратын боламын.